Мұхаммед пайғамбардың 4-ші қатқа көтерілуі. Бисмилля деп бұл қатқа да аяқ басты. 4-ші қатта да пайғамбарды қисапсыз періштелер қарсы алды. Жебрейіл. Мұнда жер бетіндегі ауа райы орналасқан. Оларды Алланың қалауымен Ысрапыл періште реттеп тұр деді. Ол жерде денесінің жартысы оттан, жартысы қардан жаралған періштені көрді. Жебрейіл. Оның есімі Рағыт. Ол найзағай ойнатып жай түсіреді. Бұлттарды ерсілі қарсылы айдайды. Қай жұрт тасаттық берсе, сол жерге жаңбыр жаудырады. Сараң елге қуаңшылық жібереді. Ондай ел жұртқа жиі сұрайды деді. Рағыт пайғамбарды көргенде құшақ жая. Сізбен дидарласу бізге үлкен бақыт деп құрмет көрсетті. Ол пайғамбарға 4-ші қатта орналасқан маусым мезгілдерін көрсетті. Жел, жаңбыр, боран, дауыл тұрғызатын періштелердің қызметімен таныстырды. Бұл аспан қатында үлкен бір дария ағып жатты. Рағыт. Бұл өмір суы. Ысрапыл сүр үрлегенде бұл дарияның суы көкке көтеріледі. Ол нөсерге айналып жерге жауады. Ат тұяғындай жерден 70 000 адам тіріледі деді пайғамбар. Жерде адам денесі жерленбеген бос орын бола ма деп сұрады. Рағыт. Әлемді билеген Ескендір патша әскеріне мен өлген соң денемді адам аяғы тимеген жаңа мекенге жерле деп әмір еткен. Әскері күллі аймақты шарлап, ондай жер таппады. Бәрі ақылдаса келе, Қап тауының шыңына жерлейік. Оған пері бармаса, адамның табаны тиген жоқ, деп Қап тауына шықты. Қоң мұзды жарып, Ескендірді жерледі. Бірақ Ескендір тар лақатқа жайғасқан соң, қасында жатқан 500 Ескендірді және көріпті. Тіпті мұхиттың түбінде де бос орын жоқ. Нұқтан бұрын да, одан кейін де, теңізде опат болғандардың денелері су астында қабат-қабат боп жатыр деді. Пайғамбар Тәңір Тағаланың құдіретіне таң қалып жүріп кетті. 4-ші көкте Мұхаммед пайғамбарға Дәуіт, Сүлеймен, Ғайса пайғамбарлар келіп сәлем берді. Ей ақырдың пайғамбары, біз қияметке дейін сенімен бір сұхбаттасуға зар едік деп қуанысты. Олар ұзақ уақыт сұхбат құрды. Дәуіт пен Сүлеймен өз дәуірі жайлы айтып берді. Сүлеймен Әл-Ақса мешітін жындарға қалай тұрғызғанын баяндады. Сүлеймен Әл-Ақса мешітін жындарға қалай салдырғанын баяндады. Мұхаммед пайғамбар оларды сүйсініп тыңдады. Олар да Мұхаммедтің мінез құлқына ғашық болып, тамсанып қалды. Жебрейіл. Ей Мұхаммед, барлық пайғамбар өмірде елші болғаннан көрі, сенің үмбетің болуды аңсаған. Солардың ішінде Ғайсаның ғана тілегі қабыл болды. Ол 4-ші көкте ғұмыр кешеді. Мерзімі келгенде көктен түсіп елге тура жол нұсқайды. Сенің үмбетіңнен болады деді. Ғайса сол сәтте кәлима шахадат айтты. Мұхаммед оны құшақтап, екеуі төс қағыстырды. Жебрейіл мен Мұхаммед пайғамбар сапарын қайта жалғастырды. Пайғамбар жолдың екі жағында самсап тұрған шамдарға тамсана қарап келе жатып, бір ғажайып періштені көз шалды. Әр періштенің 70 000 басы, әр басында 70 000 аузы, әр аузында 70 000 тілі бар екен. Пайғамбар періштенің жаратылысына таң қалып таңдай қақты. Жебрейіл. Бұлар жақсылықтың періштелері. Жер жаралғалы Алланы пәктеп ұлықтап тұр. Пайғамбар періштелермен сәлемдесті. Олар құйқылышта шырқап тұрған зікір әуерін тоқтатпастан пайғамбармен сәлемдесті. Періштелер. Ей Алланың хабибісі, сенің нұрлы дидарыңды көру бізге арман ет. Біздің тілек Алла алдында қашанда қабыл. Не тілейсің деді. Пайғамбар. Үмбетім бірінің қамын бір ойласын, бір жүрек, бір тілекте болсын деді. Періштелер жамырап, біз тіледік, Алла қабыл етті. Сенің нағыз үмбетің ғана өзгенің қамын жейтін салих болады.
Оларды сол қасиетінен танисың деді. Пайғамбар бұл жауапқа риза болды. Жақсылық періштелермен қоштасып ілгері жылжи берді. Алдынан тағы да бір топ періште және көрінді. Олардың да саны 70.000 екен. Әр бірінің 1000 басы, әр басында 1000 көз орналасты. Жебірейіл: бұлар есепшілер. Әуелден ақырға дейін жауатын жаңбырдың санын біледі деді де, қияметке дейін түсетін жаңбыр тамшысын есептеңдер деді. Олар кірпік қаққанша санап берді. Жебірейіл: ал енді жер бетінде құмның санын айтыңдар деді. Періштелер оны да сол заматта санап шықты. Жебірейіл енді мұхиттың тамшысын сұрады. Оның санын да лезде айтты. Пайғамбар олардың жүйріктігіне таң қалды. Бұлардың есептей алмайтын заты бар ма екен деді. Жебірейіл: иә, бар деп жауап берді. Бұлар науқастың көңілін сұраған ақ жүректің, кедейге қарасқан ауқатты кісінің, жаназаға қатысқан мұсылманның, отау құрған 2 жастың қуанышын бөліскен момынның, жетімнің басынан сипаған жесірдің жоғына қарасқан адал адамның, әр бір басқан қадамына жазылған сауаптың санын біле алмай арманда кетеді. Қайырлы істің сауабын бір жаратқан Алла ғана біледі деді. 70.000 періште тағы көрінді. Олардың да әрқайсының 1000 басы бар екен. Бір басында 70.000 құлақ, әр құлағында 70.000 есту түйсігі бар екен. Жебірейіл: бұл ақпарат періштелері деді. Бұлар қыбыр еткен қоңыздың, қанат қаққан көбелектің сусылын естіп отырады деді. Пайғамбар: бұлардың естімейтін заты бар ма екен деді. Жебірейіл: әлбетте бар. Олар адамның өсек ғайбаттарын ести алмайды. Құдайдың құдіретімен өсек аяң бұларға жетпейді. Егер жетсе, өсектің салмағы құлақтарына зіл батпан болып батады. Құлағы ауырған соң өсекшіні қарғайды. Бұлардың қарғысы зая кетпейді деді. Пайғамбар ұлық Алланың шексіз мейіріміне риза болып сапарын ары қарай жалғастырды. Пырақпен зулап отырып бір үлкен ұйыққа келді. Сасық иіс мүңк етіп қолқаны қапты. Пайғамбар: бұл не қылған сасық иіс деді. Жебірейіл: бұл нәжістің иісі. Мұнда сараңның пірі Қарынбай өмір сүреді деді. Пайғамбар Мұса Кәлимулланың інісі Қарынбай туралы білуші еді. Құжынаған шыбын шіркейдің арасында нәжіске батып бір мес қарын отыр екен. Үстінің бәрі сатпақ. Астындағы нәжісті шыбын шіркейден қорғап әлек. Қарнының үлкендігі сонша орнынан тұра алмайды. Еңбектеп қана жылжиды. Екі жағына аунап түсіп қана орын ауыстырады. Пайғамбар жиіркеніп кері шегінбек болып еді. Жебірейіл: ей Мұхаммед, сен сасық иістен қашасың. Бұл дүние мүліктің иісі. Әне жалғанда мал мүлік, зәулім сарай, алтын күміс, тәтті, қымбат болып көрінгенмен, бақида нәжістен айырмасы болмайды. Ар иманды малға сатқандар қияметте Қарынбайдың қауымында тіріледі деді. Пайғамбар шошып кетіп: ей Алла, менің үмбетімді дүние қоңыз болудан сақтағайсың деп дұға жасап ілгері аттады. Бұл кезде олар 5-ші қатқа келген еді.